Спасибо, Татьяна Михайловна. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және шақырылғандар. Мәжіліске үкімет пен жоғары аудиторлық палатаның 2024 жылғы республикалық бюджеттің атқарылу туралы есептері енгізілді. 2024 жылғы республикалық бюджет орындалды және оны орындалу күрделі экономикалық жағдайларда жүзеге асырылды. Үкіметтің негізгі міндеті бюджетті сапалы қалыптастыру, тиімді орындау және әкімшілендіру. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, бюджетті іске асыру әрдайым оның тиімді орындалуымен қатар жүре бермейді. Өкінішке орай, депутаттық корпус бюджетті орындау кезінде үкіметтік тарапынан жол берілетін проблемалар туралы үнемі айтып келеді, бұл тіпті үйреншікті жағдайға айналды. Бюджетті орындауға қатысты мына мәселелерді жыл сайын айтуымызға тура келеді. Біріншіден, дефицит көлемі едәуір үлкен, ол жылдан жылға өсіп жатыр және бюджет кірісі есебінен без ұлттық қордан берілетін трансферт есебінен жабуға алып келуді. Екіншіден, мемлекеттік қарыз мөлшерлері ұлғаюда. 2024 жылда да солай болды. Мемлекеттік қарыз 2023 жылға директормен салыстырғанда 17%-ға өсті. Үшіншіден, тыйымсыз пайдаланған қаражат көлемі жоғары деңгейде қалып отыр. Жоғары аудиторлық палатаның деректері бойынша 2024 жылы тыйымсыз пайдаланған бюджет қаражаты мен активтер көлемі 2 есе жуық өсті. 2023 жылы 250 миллиард теңге болса, 2024 жылы 475 миллиард теңге. Ал анықталған бұзушылықтардың жалпы көлемі 862 миллиард теңгені құрады. Төртіншіден, өткен жылдың ішінде бюджет 12 рет түзетілді. Бұрын бұндай көп түзетулер болмаған. Бұл жоспарлау сапасын төмен екенін көрсетеді. Бесіншіден, квазимемлекеттік сектор қызметінде бюджетке тәуелді болу, айтарлықтай борыштық міндеттемелері сияқты проблемалары үнемі орынды алуда. Алтыншы, ол бюджеттің игермелеуі. 2024 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 92 миллиард теңге игерілмеген. Осы жылы қаржы, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, көлік министрлігінде игерілмеген қаржы көлемі жоғары болды. Олардың әрқайсының 20 миллиард теңгеден артық игерілмеген. Өткен жылы шығыстар құрылымында халықтық әлеуметтік қолдауға, мемлекет қарызға қызмет көрсету мен өңірлерге қаржы көмек беруге шығыстар көбірек жұмсалған. Көріп отырғаныңыздай, мұндай шығыстар құрылымы ел экономикасына дамуына бағытталмаған. Сонымен қатар, жоғарыда аталған проблемалары барлық бөлімдер бойынша салықтық емес трансферттер, бюджеттің кіріс бөлігінің орындалмауы және соның салдарынан бюджеттің жеткіліксіз қаржыландыру шамамен 422 миллиард теңге проблемасы да қосылды. Құрметті әріптестер, бүгін енді осы және басқа да мәселелерді талқылауымызды керек. Барлық қатысушыларды пікірталастарға белсенді қатысуға және сұрақтарды қоюға сұраймын. Осы мәселелер бойынша жоғары аудиторлық палатаның және қаржы министрінің өкілдерін тыңдауды ұсынамын. Рахмет. Спасибо, уважаемая Дания Мадеевна. Уважаемые коллеги, предлагаю следующий формат работы. Сначала заслушаем доклады, а затем перейдем к вопросам и ответам. Просьба к докладчикам, учитывая, что сегодня у нас презентация, а отчеты достаточно большие, емкие, сегодня раскрыть основные моменты отчетов и уже к подробностям вернуться на заседаниях рабочих групп.